Құрметтеріме, бүгінгі біздің тақырып педагогикалық технологиялар эволюциясы және CLIL әдісінің болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамытудағы рөлі. Орындаған Ердімұрат Анель. Жалпы қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз ету, сонымен қатар кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Бұл міндетті жүзеге асыруда заманауи педагогикалық технологиялардың рөлі зор. Соның ішінде Джон Дью, Лев Выгодский, Мария Монтессори, Бенджамин Блум және Пауло Фрейре еңбектері оқыту процесін гуманистік және тәжірибелік бағытқа негіздеді. Осы идеялар негізінде қалыптасқан CLIL технологиясы пән мен тілді кіріктіріп оқыту арқылы болашақ мұғалімдердің кәсіби және тілдік құзыреттілігін дамытады. Жалпы осы педагогикалық технологиялардың дамуына орасан зор үлес қосқан ғалымдардың бірі Джон Дью. ақш азаматы. Оның негізгі еңбектері Democracy and Education, Experience and Education. Философ, психолог, педагогикадағы прагматизм және прогрессивті білім беру бағытының негізін қалаушы. Чикаго университетінде ең алғаш рет лабораториялық мектеп ашып, оқу процесін тәжірибе арқылы ұйымдастыруды іске асырды. Оның философиясы білім адамның тәжірибесіне, белсенді әрекетіне сүйенуі тиіс. Оның технологиясы learning by doing, яғни тәжірибе арқылы оқыту. Негізгі идеясы білім тек теория емес, іс-әрекет арқылы меңгеріледі. Ал мұғалім бағыт беруші, оқушы белсенді ізденуші, ал сабақ өмірлік жағдайларды модельдеу ортасы деп қорытындылаған. Мысалы, биология сабағында өсімдіктің өсуіне әсер ететін әртүрлі факторлар зерттеу тақырыбы берілсін делік. Осы тақырыпта оқушылар өздері тәжірибе жасайды, бақылау жүргізеді және де қорытынды шығарады. Осы әдістің артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқтала кететін болсақ, әрине ең бірінші ол белсенді қызықты оқыту үдерісі, сыни ойлау мен зерттеушілік қабілетті дамытады, демократиялық орта мен ынтымақтастық қалыптастырады. Дегенмен де осы әдіс материалдық, техникалық база мен уақытты көп қажет етеді. Мұғалімнің ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары болуы керек, және де кейде теориялық білім жеткіліксіз қалып қоюы мүмкін. Келесі ол бізде Лев Семенович Выгодский, оның негізгі еңбектері мышление и речь және психология развития ребенка. Кеңес психологы, мәдени-тарихи даму теориясының негізін қалаушы, бала дамуын әлеуметтік ортадан бөліп қарастыруға болмайтынын дәлелдеген. Оның технологиясы дамыта оқыту және жақын даму аймағы. Яғни баланың даму деңгейін екі түрлі деңгейге бөлген. Ең біріншісі ол бізде өзінше орындай алатын, яғни нақты даму деңгейі, және екіншісі ересек көмегімен орындай алатын, яғни жақын даму аймағы деген екі деңгейді көрсеткен. Мәселен, мұғалім мен оқушы арасындағы скаффолдинг, яғни тірек бағыттау дамытушы құрал, және де әлеуметтік қарым-қатынас танымның қозғаушы күші деп белгілеген. Мысалы ретінде оқушы жаңа тақырыпты топта талқылайды, сұрақ қояды, ал мұғалім бағыттап отырады. Мысалы, әдебиет сабағында бір оқушы мәтінді түсіндірсе, басқасы оны толықтырып, өзара ақылдасу арқылы қорытынды жасайды. Артықшылығы бұл жерде тұлғалық және әлеуметтік дамуды қатар дамытады. Қиындық деңгейі оқушы мүмкіндігіне сай беріледі. Топтық, жұптық, өзара әрекет сияқты коммуникативті әдістер де дамиды. Бірақ та мұғалімнің кәсіби бақылауы мен талдауы өте маңызды болып келеді. Әр оқушының жеке дамуын анықтау уақыт пен тәжірибеге талап етеді, және де саны көп үлкен топтарда қолдану қиынырақ. Келесі ол бізде Мария Монтессори. Оның негізгі еңбегі The Montessori Method, яғни итальяндық педагог, дәрігер, философ. 1896 жылы Рим университетінің медицина факультетін бітіріп, Италиядағы алғашқы әйелдер атанады. Одан бөлек 1907 жылы ол Римде алғаш рет Casa dei Bambini атты балалар үйін ашып, өзінің әдістемесін осы балалардың арқасында тәжірибеден өткізеді. Яғни нақтырақ айтсақ, балалар психологиясы мен арнайы педагогика саласында зерттеу жүргізе отырып, ол балалардың еркін даму табиғатын бақылауға негізделген оқу әдісін жасайды. Оның негізгі технологиясы Монтессори әдісі, яғни баланың еркін дамуын қамтамасыз ету. Оқу процесі баланың табиғи қызығушылығына сүйенеді. Арнайы дайындалған орта болады, сол ортадағы әрбір құралдың өзіндік мақсаты болады. Мұғалім бұл жерде бақылаушы және бағыттаушы, ал бала өзінің дамуының субъектісі. Мысал ретінде, математика сабағында балалар сандық штангалармен ойнай отырып, ұзындық пен сандар арасындағы байланысты қолмен ұстап, практикадан өткізу арқылы түсінеді. Артықшылығы бұл жерде баланың өз бетінше жұмыс істеу қабілетін арттырады.
танымдық қызығушылық табиғи дамиды және ішкі тәртіп өзін-өзін бақылау қалыптасады. Бірақ құралдар мен арнайы дайындық қажет етеді. Дәстүрлі мектеп жүйесімен үйлестіру қиын, себебі айтып өткендей құралдар мен арнайы дайындықты қажет етеді. Еркіндік кейде бағытсыздыққа ұласуы мүмкін. Келесі ол бізде Бенджамин Блум. Оның негізгі еңбегі Taxonomy of Educational Objectives. Бенджамин Блум американдық психолог және педагог зерттеуші. 20 ғасырдағы бағалау және оқыту теориясының негізін қалаушылардың бірі. Чикаго университетінде философия докторы атағын қорғады және ұзақ жылдар бойы сол жерде профессор болып қызмет етті. 1926 жылы оның жетекшілігімен білім беру мақсаттарының таксономиясы атты әйгілі жүйе жарық көреді. Осы жүйеге сәйкес 6 деңгей бізге белгілі, яғни бірінші білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, синтез яғни, және соңғысы бағалау. Кейінде 2001 жылы нақтырақ айтсақ, ол жаңартылған нұсқаға өзгертілді. Яғни ең бірінші ол бізде есте сақтау, түсіну, қолдану, талдау, бағалау және жасау. Блум таксономиясына сәйкес мысал келтіретін болсақ, мысалға тарихтағы белгілі бір период арасындағы оқиғамен танысу сабағы делік. Ең алдымен біз деректерді жинап, деректермен танысамыз, оның себебін түсінеміз, тарихи жағдайға қолданамыз, одан кейін осының себеп салдарын анықтағаннан кейін талдап, қорытынды жасаймыз және өз пікірін бағалаймыз. Артықшылықтары бұл жерде сабақ мақсаты мен нәтижесі нақты белгіленеді. Бағалау критерийлері айқын, жоғары ойлау қабілеттерін дамытады. Дегенмен барлық пәнге бірдей қолдану қиынырақ. Яғни бұл жүйе барлық сабақтарға сәйкес келмеуі мүмкін. Мұғалімге көп дайындық қажет болады, себебі себеп салдарын, мақсаттарын, міндеттерін толық және нақты анықтау қажет болады. Кейде механикалық жүйеге айналып кетуі мүмкін. Соңғы біздің ғалымымыз ол бізде Пауло Фрейре. Бұның бір ерекшелігі бұл жерде ол Бразилия азаматы және оның негізгі еңбегі Pedagogy of Oppressed. 1940 жылдары Бразилиядағы әлеуметтік тексіздік жағдайында жұмысшылар мен шаруалардың сауатын ашуға бағытталған жаңа әдістеме жасады. Фрейре оқытуды еркіндік пен әділеттікке бағытталған диалог процесі деп түсінді. Яғни ол дәстүрлі, яғни біз үйреніп қалған мұғалім білуші, оқушы, тыңдаушы моделін сынап, оған қарсы шығып, өзінің білім алуды екі жақты серіктестік ретінде қарастырды. Оның технологиясы сыни педагогика, яғни білім бізде ол еркіндік құралы. Мұғалім мен оқушының құқықтары тең, әріптес, диалогқа қатысушылар ретінде қарастыруымыз қажет еді. Яғни оқушы нақты өмір мәселелерін шешу арқылы үйренеді. Мысалы, қоршаған ортаны қорғау тақырыбында студенттер де оқытушылар да өз ойларымен еркін бөлініп, экологиялық проблемаларды талқылап, нақты шешім жобасын ұсыну қажет делінді. Артықшылықтары сыни ойлау, әлеуметтік жауапкершілікті дамытады, диалогтық мәдениетті қалыптастырады, тұлға белсенді азамат ретінде қалыптасады. Дегенмен де барлық қоғамда бірдей қабылданбайды. Бағалау жүйесіне енгізу қиын, себебі бұл жерде әр оқушының өзінің ойы, өзінің сыни көзқарасы болады. Мұғалімдер мен студенттерге философиялық дайындық қажет болады. Осы тақырыпқа сәйкес Қазақстанда жазылған «Влияние технологии CLIL на профессиональную компетентность будущих учителей» атты мақала көрсетілген. Мақалада Қазақстанда үш тілді білім беруді іске асыру контекстінде CLIL, яғни Content and Language Integrated Learning технологиясының болашақ биология мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігіне әсері қарастырылған. Зерттеу өзектілігі үш тілді білім беру еліміздің білім беру саясатының негізгі стратегиялық бағыты, яғни CLIL технологиясын пән мен тілді кіріктіре отырып, болашақ мұғалімдердің академиялық және тілдік құзыреттілігін қатар дамытуға мүмкіндік береді. Мақсаты болашақ биология мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігіне осы технологияның ықпалын анықтау және тиімділігін дәлелдеу. Осы зерттеу жұмысында авторлар сипаттамалық және эмпирикалық әдістерді қолданған. Нақтырақ айтсақ, ең бірінші ол бізде сауалнама, яғни студенттердің Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің жоғары оқу студенттерінің арасында жүргізілген сауалнама, яғни осы CLIL технологиясының көзқарастарын анықтаған. Келесі ол бізде бақылау және талдау. Сабақ процесінде осы технология әдісін қолдану тиімділігін бағалаған, және соңғысы ол бізде салыстырмалы талдау, яғни дәстүрлі және CLIL сабақтарының нәтижелерін салыстырған. CLIL технологиясының ғылыми негіздемесі.
Осы жұмысқа сәйкес CLIL қағидаттары 4 компонентке, яғни 4C фреймворк бойынша жіктелген. Ең бірінші ол бізде контент, мазмұн, яғни пәндік білім. Келесі ол бізде communication, қарым-қатынас, тілдік дағдыны дамыту. Келесі ол бізде cognition, ойлау, сыни және логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру. Сонымен қатар culture, мәдениет, яғни мәдениетаралық құзыреттілікті арттыру. Авторлар CLIL әдісі осыған дейін мен атап өткен Дью мен Выгодский идеяларымен үйлесетінін атап өтеді, яғни тәжірибе арқылы үйрену, әлеуметтік өзара әрекет арқылы даму. Негізгі нәтижелер мен талдауларға тоқтала кететін болсақ, CLIL технологиясы студенттердің тек қана пәндік білімін ғана емес, академиялық тілдік құзыреттілігін де арттырады. Яғни, студенттер сабақта шетел тілінде пәндік ұғымдарды қолдану арқылы кәсіби коммуникация дағдыларын қалыптастырған. Дегенмен де, осы зерттеу барысында бірнеше қиындықтарды анықталған, яғни тілдік кедергі, әдістемелік материалдардың тапшылығы және уақыт шектеуі секілді қиындықтар осы ақпараттарды меңгеру барысында қиындықтар туғызады деген қорытындыға келген. Зерттеу нәтижесінде қатысқан барлық қатысушылардың арасында 78% осы CLIL әдісінің тиімділігін бағалаған. Дегенмен де 65% шет тілінде пәнді түсіндіру қиындығын атап өткен. Осыған қарамастан, барлық қатысушылардың 84% болашақта өз тәжірибесіне осы әдісті енгізу туралы болжамдарымен бөліскен. CLIL технологиясының артықшылығына тоқтала кететін болсақ, бұл жерде кәсіби және тілдік құзыреттілік интеграцияланады, яғни екеуі бір-бірімен біріктіріп ілестіріледі. Болашақ мұғалімдердің метапәндік ойлау қабілетін дамытады, үш тілдік білім беру саясатының практикалық іске асуын қамтамасыз етеді. 21 ғасыр дағдылары, яғни коммуникация, сыни ойлау, коллаборация сияқты дағдыларды қамтиды. Кемшіліктері, яғни бұл зерттеу тек қана бір оқу шеңберінде ғана жүргізілген, студент саны мен статистикалық өңдеу көрсетілмеген, сауалнама деректері негізінде ғана қорытынды жасалынған, яғни объективті өлшеу жоқ. Кәсіби құзыреттіліктің нақты индикаторлары, яғни рубрика, тест, портфолио жеткілікті ашылмаған, ұзақ мерзімді әсер, яғни болашақта қалай әсер ететіні туралы болжамдар көрсетілмеген. Мақаланың ғылыми және практикалық құндылығына тоқтала кететін болсақ, бұл еңбек Қазақстан жағдайында CLIL технологиясын нақты биология контексінде қолдануға бағытталған алғашқы жүйелі зерттеулердің бірі. Осы зерттеу нәтижесінде CLIL арқылы кәсіби құзыреттілікті дамыту моделі ұсынылған, үш тілді білім беру саясатын іске асырудың әдістемелік базасы қалыптасқан, және педагогикалық кадрларды даярлау бағдарламаларына бейімдеуге жол ашқан. Сыни баға және менің пікірім. Жалпы осы мақаланың авторлары CLIL технологиясын ғылыми теориялық тұрғыдан дұрыс негізде практикалық тиімділігін дәлелдей алған. Алайда зерттеудегі эмпирикалық дәлдігі мен үлгі көлемі жеткіліксіз. Болашақ зерттеулерде аралас, яғни quantitative-qualitative, mixed methods, яғни сапалық және де сандық әдістер араласқан болатын болса, нәтижелер сенімді болар еді. Мақала CLIL технологиясын кәсіби құзыреттілікті дамытудың инновациялық құралы ретінде ұсынады және педагогикалық жоғары оқу орындарының оқу процесіне тікелей енгізуге лайық деп санаймын. Жалпы қорытындылай келе, CLIL технологиясы пәндік мазмұн мен шетел тілін кіріктіре отырып, болашақ мұғалімдердің кәсіби, тілдік және мәдени құзыреттілігін дамытудың тиімді тәсілі болып табылады. Дегенмен, осы толыққанды іске асыру үшін әдістемелік база, мұғалім даярлығы және бағалау жүйесі жетілдірілуі тиіс. Өзектілігі бойынша 5, себебі Қазақстандағы үш тілді саясатпен тікелей байланысқан. Әдіснамалық негізі бойынша 4, себебі эмпирикалық талдау болғанымен, бірақта шектеулі ақпарат көрсетілген. Практикалық құндылығы 5, себебі бұл ақпаратты бұл технологиялардың әдістерін жоғары оқу орындарында қолдануға бейімделген. Ғылыми жаңалығына 4, себебі CLIL технологиясының пәндік контекстте әлі зерттелуі жүріп жатыр. Жалпы сапасы 4-5, яғни тақырып өзекті, ұсыныстары нақты, бірақ тереңірек деректер ұсынуға болушы еді деп ойлаймын. Осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.